әжетханада түкірме. Шайқы бұрқы бірде ібілісті көріп қалады. Ей, малғұн дейді оған дауыстап. Осы сен адамды азғыруыңды қашан қоясың? Мен оны өлгенше азғыра беремін, әлсіздердің иманын алмай қоймаймын. Мен үшін ең қолайлы сәт өлім сәті дейді ібіліс. Шайқы бұрқы не үшін олай дедің деп сұрайды. Сонда малғұн, пенденің ақтық демі тақағанда оны шөл қысады. Бірақ қасындағы ет бауыр жақындары науқастың бұл хәлінен бейхабар. Сол кезде иманды ұрлауға мен келемін. Бір тамшы суға зәру болып, қаталап жатқан бейшараға кесе толы суды көрсетемін. Алла жоқ, пайғамбар жалған деп айтсаң, мына суды беремін деп алдаймын. Егер оның сенімі әлсіз болса, менің дегеніме көнеді. Қайда барады? Көнбегенде. Иманын бір кесе суға айыр бастайды. Мұны естіген соң шайқы бұрқы түрі бұзылып кетті де, ей малғұн, бір кесе таза суды саған кім береді деді. Сонда сайтан айтты, менде таза су жоқ. Кеседегі су, оның өмір бойы әжетханада түкірген өз түкірігі. Әжетхана менің үйім болғандықтан, мен оның бәрін жинап сақтаймын. Иманын сатқан сәтте түкіргін бетіне шашып жіберемін деді шайтан. Шайқы бұрқының тұла бойы түршігіп кетті. Содан бастап әжетхана ішінде түкіруге болмайды деген тыйым шықты.